Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Күлтегін батыр жайлы. Шығыс түрік қағанатының саяси қайраткері, қолбасшысы Күлтегін 685 жылы және 731 жыл аралығында өмір сүрген. Білге қағанның кен билеушісі, Құтлық Елтеріш қағанның ұлы. Күлтегін 7 жасында әкесі Құтлық қайтыс болғаннан кейін інісі екеуі Қапаған ағасының қолында тәрбиеленеді. Ол кездері ұлы түрік қағанаты, яғни Қытайлардың жүргізген саясаты кесірінен екіге бөлінеді. Біреуі Қытайларды жақтайтындар шығыс түрік қағанаты, екіншісі батыс түрік қағанаты болып, сол шығыс түрік қағанатының іргетасын қалаған Күлтегіннің әкесі Құтлық қаған болады. Күлтегінді шығыс түрік қағанатының әскерінің бас қолбасшысы, көк түркінің көк семсері атағын батыр болады. Қапаған қаған тәрбиесінде өскен Күлтегін тым ерте есейіп, қабырғасы қайғып, бағанасы бекиіп, ол кездері шығыс түрік қағанатында үлкен қиындықтар күтіп тұрады. Бір жағынан солтүстіктен Енесей қырғыздары, бір жағынан ұйғырлар қағанаты, бір жағынан Қытайлар, әрқайсысының өзінің саясаты, өзінің ықпалы болады. Осының бәрінен құтылу үшін я ел боламыз, я ез боламыз деген Күлтегін 16 жасынан бастап қырғыздар Енесейдің қыстақта алаңсыз жатқан жерінен түнімен Саян тауларының іргесімен ұйқысыз түнімен жорықтап қыстағына шабуыл жасап, өздеріне екесе көп қырғыздарды аса қулықпен женеді. Кейін ұйғырларға да солай қулықпен, ерлігімен бастаған Күлтегін ұйғырларды да женеді. Күлтегіннің 694 жылы Жау-Жи-Дин аймақтарында болған соғыста арнық көрінеді. Сол кездегі Қапаған қағанның мақтанышы 90 мың тұтқынға қолға түсіргені. Содан бері ұлы далада Күлтегіннің аты дүркіреп тұрады. Сол кездерде араб халифатының күші еніп, жан-жаққа ықпалын жүргізіп соғыс бастаған кезет. 712 жылы Күлтегін Тоныкөк екеуі түріктер әскерін Соғды мемлекетінен бастап келіп, оның билеушісі Гуректі жақтап, араб қолбасшы Күтеби ибн Муслиммен соғысып, оны тас-талқан етеді. Күлтегін шығыс түрік қағанатының тіреушісі еді. Ажалы жетіп құлағанда ұлы дала күңіреніп, төрткүл дүниеден түгел елшілер келіп, Күлтегін рухына тағзым етті. Басына ел тарихын жазып, алып ескерткіш ғылыми көшірмесі бұл күнде тәуелсіз еліміздің астанасында Евразия ұлттық университетінің бас ғимарат төрінде тұр. Сол таста орнатылғанда Күлтегіннің 47 жасқа дейін өмір сүргені, яғни 47 жасында бір жылда тыныш соғыссыз өтпеген жайлы жазылған. Күлтегін өлгеннен кейін шығыс түрік қағанатында Төнөгөктің қызы қарапайым жігітке тұрмысқа шығып, оны естіген Қытайлар ұйғыр мен Енесей қырғыздарын айдап салады. Сендер асыл тұқымды патшалар тұқымысыңдар, сендерді басқаратын қарапайым шаруа мен Төнөгөктің қызы деп. Солай шығыс түрік қағанатында қайтадан азаматтық соғыс болып, толық ыдыраумен бітеді. Сол ыдыраған үлкен азаматтық соғыстан кейін көптеген халық тайпалар өз бетін меңгетіп, ұлы дала қаңырап қалады. Сібір таулары мен ормандарынан шыққан шағын тайпалар бастайды. Олардың бірі керейіттер, меркіттер, бергужиндер, татарлар. Сол бергужин тайпасының Есугей деген батырының жанұясында Темужин деген бала туады. Сол балаға бүкіл әлемді бағындыру маңдайына жазады. Шыңғысхан жайлы толық ақпарат алғыларыңыз келсе, білгілеріңіз келсе, маған каналыма жазылып, лайк басып, комментарийге толық ойларыңызды жазыңыздар.